Бәріңе сәлем достар. Бүгін мен сіздерге GTA Қазақстанда қалай ойнау керектігін және қалай тарту керектігін сіздерге көрсетемін. Бізге ол үшін мынау Mirko KZ деген каналға кіреміз, Телеграмнан. Мен оны YouTube'да ссылкаға қалдырып кетемін астына. Тартып болған соң бізге CX провайдер керек болады. Осыны тартып аламыз достар. Тартып болған соң открыть деген басамыз, ішіне кіреміз. Осы жерде бұрышта сап-сары болып телефон суреті тұрады. Основной панель. Соның ішіне кіреміз. Астыға түсіреміз. Telegram деген папкаға кіреміз. Үшінші қатарда тұрғанға кіреміз. Осы жерден GTA Қазақстан zip деген басып, бұрышта еще извлечь GTA Қазақстан деген басамыз. Извлечь етіп аламыз. Каналға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп кетіңіз. Мен бұл каналда біраз нәрсе түсіретін боламын. GTA туралы қызық видеолар салатын боламын. Каналды қолдап, лайк басып кетіңіздер, подписаться етіп. Тартылып болған соң GTA Қазақстан деген папканың ішіне кіреміз. Бірінші тұрған осы жерден GTA-ның папкасының шетін басып, переместить деген басамыз. Сосын артық айтамыз. Жоғарғы көтерген кезде Android деген папка шығады. Соны басып, датаға кіреміз. Осы жерден ставить деген басамыз. Болған соң артық айтамыз. Тағы да сол Telegram деген папка тұрып, осы жерден бағанағы артық айтып, GTA Қазақстан папкаға кіреміз. Осы жерден GTA-мызды бір басып, установить етіп аламыз. Кімде ол үстіп шықса, подобрание деген тұр шетінде. Соны басамыз, все равно установить деген басамыз. И открыть деген басамыз, разрешение береміз. Далее. Окей. Шетте тұрған серийді басамыз. Өстіп ойынға кіреміз. Oyuna kırdık. Астын тұрған қызыл адамның жай жүретінде қат жүретінде жай жүгіресіз, үстін басып қат жүгіреді. Бұда авто біраз бар қамын. Достар, видео соңына жетіп қалды. Видео ұнаса лайк басып, коммент жазып кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.